сарапшылармен ақылдасып пікірлесе отырып, негізгі принциптерді аттестацияға қатысты өзгертуді қолға алдық. Бұл бірінші кезекте аттестацияның көрсеткіші мұғалімнің жекелеген жетістіктері емес, тиісінше мұғалімнің жетістігін оқушылардың жетістігі мен бағалауға көшуді қазір қолға алып жатырмыз. Бұл бірінші. Екіншіден, осының нәтижесінде ендігіде ұстаздар портфолио жинаудан босатылатын болады. Келесі принциптердің бірі бұл ұстаздардың да айтып жүрген, қазір сарапшылардың да ой осыған қазір ығысып келе жатыр. Бұл бір рет берілген мына аттестациядан өткендегі категорияны, енді оны 5 жыл сайын қайта-қайта дәлелдей берудің қажеттілігіне қатысты қазір жақсы пікірталастар туындап жатыр. Менің түсінігімде болашақта мүмкін сарапшылар бұны алып тастауды, яғни бір рет өзін педагог модератор деп мойындатқан ұстаздың ол педагог модераторлығын қайта-қайта 5 жыл сайын дәлелдеудің қажетсіздігі туралы қазір талқылау жүр. Үшіншіден, мынау тестке қатысты келетін болсақ, ұстаздарды, соншама жыл қызмет етіп жатқан ұстаздарды педагогика, методикадан тест алудың қажетсіздігі туралы қазір сөз қозғалып отыр. Сондықтан ол да тестілеуден алып тастап, тек қана ұстаздың өзінің пәніне қатысты тестті қалдыру көбірек қазір талқылануда. Енді бұл жерде шетелдік тәжірибені қарап отырсақ, әлемдегі 250-ге дейін сұрақ қойылады екен өзінің пәніне байланысты. Бірақ біздің әріптестер соны 100-150-ден асырмау туралы да ұсыныстар түсіп жатыр. Енді көпшіліктің пікіріне қарағанда сол 100 сұрақтың төңірегінде бола ма дегенде ұғым бар. Бірақ дей тұрғанменен тек қана 2 рет тест қалдыру ұсынылып отыр. Бұл педагог модераторға көшетін кезде өз пәнінен тест тапсыру, педагог модератордан кейін егерде оның білім біліктілігі, әдістемесі жағы мұғалім оқушыларменен көрсеткіштері өте жоғары болатын болса, онда педагог сарапшыға көшуде ғана пәндік тест тапсырады. Ал енді одан кейінгі педагог зерттеуші немесе педагог шебер мәртебесіне көшетін кезде тестті де және басқа дүниені алып тастап, оны басқаша қырынан қарау мәселесі қолға алынып жатыр. Яғни көбіне ұстаздың танымалдылығы, оның шеберлігі, оның тәлімгерлік жағына қарай көбірек ден қою тұрғысындағы әңгімелер қозғалып отыр. Яғни қысқаша айтатын болсақ, мысалы педагог шебер статусына көтерілетін мұғалім республикадағы кемінде 5 аймақтың өзінің әріптестері арасындағы танымалдығы және оны бейнелеп айтатын болсақ, бізде Қанипа Бітібаева деген апайымыз өтті, Шығыс Қазақстанда. Ол кісіге мысалы мен сәлем беріп барып тұратын, сонда көзім көргені бүкіл аймақтардан қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімдері ағылып келіп жататын. Және ол кісінің бүкіл дәрісін арнай келіп қонып, тыңдап, және өздерінің мектептеріне, аймақтарына қайтқан кезде өз мектептерінен Қанипа Бітібаеваның зертханаларын ашып жататын. Міне, нағыз педагог шебер деген осындай болу керек деп ойлаймын. Және осы тұста тағы бір айта кететін жағдай, келіп жатқан жақсы бір ұсыныстар, болашақта мынау марапаттардың барлығы мұғалім күтпейді, керісінше ол марапаттардың бәрі мұғалімге өзі баратындай деңгейге шығару тұрғысынан да қазір жақсы талқылаулар болып жатыр. Егер әріптестер осындай сарапшылар шешімді қабылдайтын болса, ортақ қабылданған шешімді мен қолдауға дайынмын әрине.